Өз бағытыңды таңдадың, алайда нені үйренетініңді білмейсің бе? Онда осы видеоны аяғына дейін көр. Сәлем әлем. Бірінші айтқым келетін тақырып бұл Android-қа өз бағдарламаңызды жасау. Нарықтағы ең танымал операциялық жүйеге өз бағдарламаңды орнату үшін Java тілі керек. Біле білсеңіз, Java тілінде сіз тек қана Android-қа ғана емес, басқа да платформаларға жаза аласыз. Себебі Java-ны жасаған адамдардың мақсаты осы болатын. Тізімімізде Java кодын орындайтын екі бағдарлама бар. Біріншісі Android Studio, екіншісі Eclipse деп аталады. Кім білмейді, Google-дің Android-қа бағдарлама жасау курсы бар. Android-қа құлшынған жандарға осы видеоның астында мен соған сілтемені қалдырамын. Міндетті түрде қараңыздар. Сонымен келесі кезекте бізде нарықта Android-тан кейінгі екінші тұрған iOS немесе Apple-дің туындылары. Сонымен iOS-та бағдарламалау үшін бізге Apple компаниясының өзі ұсынған Swift оқу керек. Ал сол кодты орындау үшін Xcode-тың өзі жеткілікті. Ал егер мақсатыңыз ойын жасау болса, онда осыған арналған менің бөлек видеом бар. Сілтемесін осы видеоның астынан таба аласыздар. Сіздерге кішігірім бір кеңесім бар. C++-ты оқуды сіздерге ұсынамын. Себебі C++-та сіз өз ойыныңызды жаза аласыз. C++-та сіз операциялық жүйеңізді жаза аласыз. C++-та сіз Android-қа өзіңіздің бағдарламаңызды жаза аласыз. C++-ның жалпы мүмкіндіктері көп. Ол әр платформаларда қол жетімді, ал оны үйрену үшін менің арнайы соған видео курсым бар. Осы видеоның астындағы түсініктемесінен соған сілтемені таба аласыз. Ендігі айтатын тақырыбымыз ол жасанды сана туралы. Жасанды сана, орысша айтқанда, искусственный интеллект, ағылшындар artificial intelligence деп атайды. Әр тіл өзінше қысқартылады. Мысалға, ағылшындар AI деп алса, орыстар EE деп алады. Сонымен бұл осы жылдың ең ауқымды тақырыбы болып саналады. Себебі машиналар, роботтар бәрі автоматтандырылғандықтан болған соң, олардың ішіне міндетті түрде жасанды сананы салады. Тіпті кейбір фоторедакторларында жасанды санасы бар. Олар фотоны өздерінше өңдегенде сол жасанды сана барлық есептерді шығаратын болады. Жалпы бірінші айтқым келетін жайт ол искусственный интеллект deep learning саласына жатады. Олар жалпы былай бөлінеді: data science, big data science, machine learning, сосын deep learning. Deep learning қазіргі уақытта ең жоғарғы сала болып есептеледі. Data science деген кәдімгі ақпаратты өңдеу, machine learning деген ол біздің Google, Яндекс, DuckDuckGo секілді іздеу, қалай айтсам болады, поисковая система дейді, іздеу жүйесі. Солар сіздің жіберген запростарыңызды, мысалға, сіз іздеген заттарға қарап, сіздің нені жақсы көретініңізді, нені ұнатасыз, немесе сіздің мысалға хоббиіңіз қандай секілді ақпараттар жинап, кейін соған сәйкес сізге соның жарнамасын көрсетеді. Сол мені машина обучение немесе машина оқыту, оның қазақша болмасын білмедім. Егер сіздер білсеңіздер, міндетті түрде комментарияларға жазыңыздар. Сонымен deep learning дегеніміз ол қазіргі ең қолданысқа ие болған сала. Оны қолдайтын компаниялар өте көп. Тіпті Nvidia, Google компаниялары өздерінің ақпараттық жасанды санасын жасап жатыр. Сонымен біз Lisp, Java, Prolog, Python немесе Python секілді тілдерде өзіміздің жасанды санамызды жасай аламыз. Өзінің жасанды санасын жасағысы келетін адамдарға мен Google-дің эксперименттерін және өзімнің осы тақырыпқа байланысты видеоның астына қалдырып қоямын. Құлшынған адамдар міндетті түрде қараңыздар. Егер мақсатыңыз өзіңіздің сайтыңызды жасау болса, онда ары қарай тыңдаңыз. Сонымен
сайт жасау немесе веб разработка екіге бөлінеді. Біріншісі ол фронтенд, екіншісі бэкенд. Фронтенд дегеніміз ағылшын сөзінен алынған, сіздің алдыңғы жақ. Бэкенд деген артқы жақ. Мағынасынан түсінсе болады, бэкендті біз көрмейміз, фронтендті көреміз. Сонымен, фронтенд дегеніміз ол сіз көретін немесе қолданушымен қарым-қатынас жасайтын интерфейс. Ол өзгерсе бәріміз байқаймыз оны. Және оны жүзеге асыру үшін бізге HTML, CSS және JavaScript жеткілікті. Ал бэкенд дегеніміз ол сервер жақ. Айсбергтің үсті фронтенд деп алсақ, онда айсбергтің асты бэкенд деп аламыз. Мені көрсек болады, бұнда PHP, онымен қоса ACP.NET, соларды біз бэкендке қыссақ болады. Бэкенд дегеніміз жалпы ол байқалмайды қолданушыларға. Мысалға Twitter басында Ruby on Rails'ты қолданса, кейіннен 2011 жылы ол Javaға көшті. Әрине, ешқайсымыз оны байқамадық. Сонымен сізге бұдан басқа Python'ның Django фреймворкын немесе Ruby'дің Ruby on Rails секілді тілдерді қарап көрсеңіздер болады. Қорытындылай келе сізге айтатын бір кеңесім бар. Статистикаға жүгінбей-ақ қойыңыздар. Топ-5 популярных языков в 2018 году. Енді қазақша шықпайды ғой. Деп Googleға немесе DuckDuckGo'ға жазып, сөйтіп бірінші тұрған тілді оқудың керегі жоқ. Мысалға, бірінші орында HTML тұр, ал сіздің мақсатыңыз немесе арманыңыз ойын жасау. Сіз өмір бойы ойнап келдіңіз, шаршадыңыз, енді әлемге танымал өзіңіздің ойыңызды жасағыңыз келеді. Сол секілді, бірінші өзіңіздің мақсатыңызды, арманыңызды айқындап, кейін сол мақсатыңызға қай тіл арқылы қол жеткізесіз деген сұрақ қойып, біртіндеп барлық тілдерді қарай беріңіз. Әрине, кейде бір-ақ тілмен жеткізуге болады, кейде бірнеше тілмен мақсатыңызға жетуіңізге болады. Мысалға, жаңағы веб сайт жасауда сіз HTML, CSS және JavaScript секілді тілдер. Мысалға, ойын жасағанда да сіз жай ғана бір тілді аламайсыз, сіз оған тіпті адамдар жалдауыңыз керек болады. Ол сіздің ойыңыздың суретін сап береді, біреу ойынның музыкасын ойнайды. Әрине бұлар байқалмайды, бірақ біз бәрін сеземіз да, соның арқасында біз сол ойынды ары қарай ойнай береміз. Себебі ол бізге ыңғайлы және де өте графикасы да күшті дейді мысалға елдер. Немесе музыкасы сондай тартып аларлық. Сол секілді нюанстарды қарастыру қажет. Ал екінші кеңесім ол велосипед немесе Американы қайттан ашудың керек жоқ. Қазіргі кезде фреймворк деген заттар бар. Фреймворк дегеніміз ол біреудің қалдырып кеткен заты, біреу соны жасап қойған, сөйтіп бәрі мә қолданыңдар деп қалдырып кеткен. Әрине кейбіреулер ақша тұрады. Сөйтіп соларды қолдануды сіздерге ұсынамын. Себебі уақытыңызды үнемдейсіз. Одан басқа оны іздеп жүрудің керек жоқ, бәрі былай қолданысқа ие. Сұрақтарың қалса, онда комментарийлерге жаз. Мен онда міндетті түрде жауап берем. Ал егер сен толықтырғың келсе, онда тағы да комментарийге. Сонымен қатар, егер видео ұнаса, сенен лайк. Егер тағы да осындай видеолар қаласаң, онда каналға жазыл да көре бер.